Бір нәрсені білгім келеді. Неге оның ең сенімді адамдары өздерін басқаша көрсетті? Бәрі мұндайда өз қарабасын арашалап алып қашады. Айнымастай жүргендері бопыр ақша, биік абырой, жақсы тұрмысты қуғандықтарынан ғой. Солай. Өзің қанша мәрте ақша апарып бердің оған? Қандай шаралардан үнемдедіңдер? Жедіңдер деп айтайын деді де, тез аузына келе жатқан сөзді түзеп жіберді. Көп, бірнеше мәрте, тәуелсіздіктің 25 жылдығында, кейін 30 жылдықта көптеген іс-шаралар ұйымдастырылды. Оның арасында нешеме тірліктер бар. Қаптаған кітаптар шығардық. Шығатын кітаптардың тізімін мен жасадым. Сметасын мен әзірледім. Әрине, өз несібемізді ұмытқан жоқпыз. Сол жолы министрлік деңгейінде жазушылар пұлы бекітіліп, бейбі көзіне ұнайтындарды тізіп алып еді. Оларды бірнеше делегацияға бөліп, Европа мен Америкаға, Канадаға сапарлатты. Тіпті осы аралықта ортанқол деңгейде жазатын өзінің ауылдас құрбысын жатпай тұрмай насихаттап, классик жазушыға айналдырып үлгерді. Тек соның кітабын шығартты, аудартты, тек соның шығармашылық кештерін өткізді, тек соны ділмәр ретінде сөйлетті. Ақыры жұрт оны елдің бетке ұстар жазушысы екен деп қалды. Сөйтіп, руханиятқа сапқындық жасағаны ең ауыр күнә екенін әлі қаперге алмай отыр. Есік қағып аңдып жүрген кім деп ойлайсың? Мынаны естігенде әйел селк ете қалды. Бүгін таяу маңнан тергеушіні көрдім. Көшенің бойында сұрақ қалсын. Сен оны көрдің, ал мынау есігіңді қағып жүрген тергеуші емес қой. Сұраулы кейіпте қарады. Емес, яғни соңыңа түскен басқа да біреулер бар. Ана әйел де қоңырау соқты ғой. Соның салып қойған адамы шығар. Қай әйел? Өлген күйеуімнің әйелі. Оның ажалын менен көреді. Ол да бар. Бірақ үшінші біреулер ізіңе түсіп жүрген сияқты. Ойлан, кім болуы мүмкін? Келіншек өзі тап басып айта алмай мүдірді. Сенің тірлігіңе қатысы бар кез келген адам. Әйел көзін төмен сап, алтын жүзікті сүйрік саусақтарын сипалай бір уақ ойлана іркілді. Сені әйелің іздемей ме? Кенет әңгіменің әлпеті күрт өзгерді. Қорғаушы қаламаққа өмір сүретін болғандықтан, жұмыс уақытын күндізгі мезеттермен ғана шектеп қоймайды. Түн қатып та жүре береді. Бұған әйелім үйренген. Онда жөн екен. Жай болып кетті. Қона сал. Қорғаушы бейбіні аңдушылардан қорқып отырма деп ой түйді. Қамқор ниетпен оңаша үйдегі жалғызбасты келіншектің қасында қалып қойды. Оны еркін билеп төстеу үшін айлакер әдейі соған итермеледі. Ертеңгі шәй суын беріп шығарып салды. Түстен кейін офиске кел, арамыздағы қатынасты заңдастырып алайық. Босағадан аттай бере Самат бүгінгі шаруаларын пысықтады. Жақсы. Уәделескен мезеттің мөлшері таянғанда, бейбі бара жатқан ескертпек ниетпен телефон соқты. Алло, құлағына бөтен ер адамның қатқылдау үні жетті. Кешіріңіз, мен Саматқа қоңырау шалып тұр едім, шатасып кеттім бе әлде? Сіз кімсіз? Мен клиент. Төтесауалдан абдыраңқырай үн қатты. Өкінішке қарай, енді басқа адвокат іздегеніңіз жөн. Ол жарты сағат бұрын жол апатынан көз жұмды. Миы шың ете қалды. Кешіріңіз, сіз кімсіз? Тілі күрмелі кекештенді. Інісімін. Арты қайырлы болсын бауырыңыздың. Телефонның ар жағынан біреу дауыстап, жылап жатқандай естілді. Бейбі қос қолдап шекесін ұстап отыра кетті. Енді шынында да иен аралда жалғыз адасқан жандай сезінді. Сол күні ешқайда шықпады. Бірақ соңғы 8 жылдағы істеген ісін неше мәрте сүзгіден өткізді. Жадындағы жарқын тұстарды көз алдынан көшірді. Жасаған қылмыстары, қылмысты қойып, қасақана момын жандарға істеген қиянаттары өте көп екен. Өктем өмірден қалағанын алу үшін
әдесем әдейтін дөкір мінезіне енді қиналды. Бәрінің бетін қайтарғанына кісімсіп жүретін. Аңдап байқаса, ер кісілер әйел адаммен дауласып абүйір табанба дейді екен. Қол астындағыларды басшымен ырылдасып қайтем деген тоқтам тежеген тәрізді. Тікелей министрдің өзі қолдап, қолпаштап отырғандықтан осы қарапайым тұжырымды уағында түсінбепті. Әйтпесе мұның да езуін тіліп тоқтататындар бар ғой. Өзі тек басқалардан ұятсыздау, бетсіздеу болыпты. Өзіңнен зор шықса, екі көзің сонда шығады деген пайымның пәлсапасымен бетпе-бет ұшырасып отырған жайы бар. Қазір солардың біреуіне сөз айталам екен, төбе шашын жұлып қолына берсін. Міне, ертең тергеуге шақырады. Істеген қылмысы ауыр деп саналса, істің тыңдалуына дейін қамақта ұстау жөнінде прокурордың шешімі шығуы әбден мүмкін. Тергеуші оны жасаймын десе, жасайды қолында. Үнемі жымиып жүретін домалақ жүзді, қой көзді Талғаттың кескіні елестеді. Бала шағасының бар екенін біле тұра, неге оны жанына жақын тартты? Отбасымнан ажырастым, сосын осы жаққа қызметке ауыстырдым дегені жадында. Өзі тектес адамның ұшырасқанына бір жағы қуанған, ал енді ақырында күллі қарғыс пен лағнетке қалды. Бұл бәледен басын арашалай алмайды. Әбден талығып барып көз ілінген. Бұрынғысынша кітапхананың ішінде жүр екен. Өзі аштырған залдар жарқырап тұр. Өзі құрған пұлға енгендер жиналыпты. Кенет сөреде жинау отырған кітаптар құсқа айналып, парақтарын қанаттарын қағып ұшты да бұған қарай тап берді. Келіп бетінен шалғысының ұшымен сойып өтеді. Басын бүркеніп, бұқпантайлай берді. Жиналғандардың ешқайсысы ара түспейді. Бұл көмек күте шырылдайды. Сөйтіп булыға өз даусынан өзі шошып оянды. Кеудесі атқақтап соғып жатыр екен. Көрген түсін қайта санасында тірілтті. Байыптап қараса, қайсы бір залды заман жағымпазының құрметіне қойғандай. Өңшең арсыздау шалапайларды қолдапты. Әдеттегідей таза еңбекқорлығымен қалам үстеп жүрген момындар сырт қақпайлана берген. Экономикалық қылмысы бір бөлек екен де, руханиятқа жасаған қастандығы ұлтқа жасаған үлкен қиянат болыпты. Кезінде өзі классикке айналдырған құрбысы бұрынғы қарқынынан айырылған. Бентін бұрап қойған қуыршақтай сәт сайын екпіні саябырсып барады. Ауыр күрсінді, кеудесін мысық тырнап жатқандай. Бұлар бірінші экономика, содан кейін саясат деген ұранмен өмір сүрді. Сөйтсе, ең бірінші мәдениет болуы тиіс екен. Иманнан жұрдай майы былғағандар алақанын жалап қана қоймай, уысын толтыра аптыға асапты. Мәдениет саласының өзін сондай мәдениетсіздер басқарып кеткен екен. Таяуда құзыретті органның мәліметі назарына ілікті. Елдегі сыбайластардың көшін ағарту жүйесі бастап тұр. Ана облыстағы білім басқармасының басшысы, мына облыстағы білім басқармасының басшысы, ана қаладағы ағарту саласының жетекшісі ұсталып жатқанынан ел хабардар. Өзіше, мамандығы бойынша мәдениеттің өкілі, адамдығы бойынша кім? Кенет әлдеқайдан балаларымның көзі жәудіреп жетім қалды. Енді менің қолым жағаңда кетеді деген баяпар әйелдің үні талығып жетті. Жаздың күні қысқа деуші еді, ұзақ, сібірлеген селкеу байқалмайды. Әрі дөңбекшіді, бері дөңбекшіді. Босағада біреу сүйеніп тұрғандай сезініп, басын жастықтан жұлып алды. Әбден сарсаңға салып барып, таң атты. 12 мүшесі салдырап зорға түрегелді. Шәйін ішіп, бойын ретке келтіріп, қапылған жұрттың арасына беттеді. Күні бойы сабылып жүріп, автотұрақта көлігінен шыға бергені сол еді. Кенет құлақ шекесінен зілмауыр соққы тиді. Бақ дегенге ғана шамасы жетті де, сылқ етіп буынын жоғалтты. Сол замат жұдырық сілтеген әбілет сүйемелдей үлгеріп, оны қайыра машинасына отырғызды. Сырт көз байқамады. Байқаса да ұға алмай қалды. Артқы креслоға жайғастырып, есікті жапты да жосылта жөнелді. Ағызған қалпы бірнеше көшені қиып өтіп, бірнеше көшеге бұрылып, кітапхананың алдына таянды. Бұрынғы директордың көлігін танитын күзетшілер алабақанды ашып жіберді. Машина жүйткіп отырып, вип қонақтарға арналған есіктің алдынан өтті де, ғимараттың артындағы аулаға қарай айналды.
Жан жағында ағаш өскен алаңқайда адам аяғы келмейтін еді. Бұл маңда төңіректі бақылайтын камера да жоқ. Терезелер тастай қараңғы, ақ түсті Toyota Camry сырт көзге күмән тудырмайтындай оқшау барып тоқтады. Ішінен шыққан жүргізуші байсалды қалпы артқы есікті ашып жайғасты. Бір жақ бүйіріне қисайған әйелді дұрыстап отырғызды да, айғайлап, баяпарланып ақымақтық жасама, деді нығарлап. Қатты соққыдан әлі есін жия алмай, кілгірген қолы байлаулы әйел тіл қатпады. Көзінің алды қарауытып, айналаны дұрыс көрмеді. Ымырт жайлап, кеш батып барама, қанша уақыт өтті, оның бәрін қаперлей алмады. Қара басыңды арашалап, шефқа қарсы айғақ беруші болма. Кітапхананың қаржысы бойынша өзің жауаптысың. Жауапкершілікті өзің мойныңа аласың. Ұқтың ба? Әйел басын изеді. Оның ернін жымқыра жабысқан скотчты жұлып тастады да, нойыс дөлей бас бармағы мен сұқ саусағының арасына жағын қысып, кірісін зорлап ашып, әлдебір ылжыраған нәрсені аузына тығындады. Жағымсыз дүниені дәмінен біле қойды. Манго. Қыстап, саусағымен өңешіне қарай әрмен итерді. Булыға ауа жетпей жұтынғанда қылқ етіп, өтті де кетті.